Алматыда екі ер азамат тұрғындарды алдап, олардың шотындағы 5.000 доллардан астам ақшасын қолды еткен. Полиция мәліметінше, олар Алматы қаласының тұрғынын алдап, ақшасын иемденіп алған. Әйелдің ұялы телефонына қоңырау шалған ер адам өзін банк қызметкерімін деп таныстырып, одан депозиттік шотынан жеке шотына ақша аударуға өтініш білдірдіңіз бе деп сұрай бастады. Сонымен қатар, қаскөй әйел адамды егер кодты айтатын болса, кибер шабуылдардан қорғайтын арнайы қорғанысты қоятынына сендірді. Өзін алдап тұрғыннан күдіктенбеген әйел күдіктілердің талаптарын орындаған, ал бірнеше күннен кейін алаяқтардың құрбаны болғанын түсінді, дейді Алматы қалалық полиция департаменті анықтау басқармасының бастығы Олжас Шәріпов. Кейіннен әйел банктегі шотынан 5.000 доллардан астам қаражаттың шешілгенін білген. Алаяқтық жасаған еркек адам ақша шешіп жатқанда банкоматтың бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Қазіргі таңда оларды полиция қызметкерлері іздестіруде. Суреттегі адамдарды таныған жағдайда мына телефондарға хабарласуыңызға болады: 272 32 76 254 48 02, 254 48 76 8 702 976 70 99.